Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Садықбаева Гүлжана. Мен СДУ университетінің студентімін. Бүгін Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойына орай мен жазбаймын өлеңді ермек үшін атты өлеңін оқып беремін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқпарды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас талап тұғар, көңілінің көзі ашық сергек үшін. Түзу кел, қисық қыңыр қырын келмей, сыртын танып іс бітпес сыртын көрмей. Шу дегенде құлағың тосаңсиды, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қаламын, алдын қайтқанды ұқпай, және айта бер дейді жұрт тыным бермей. Сөз айттым, әзіретәлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын ие сарала қыз. Кәрілікті жамандап, өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Әсіресе қызыл емес деп жиренбеңіз, түбі терең сөз артық, бір байқарсыз. Былтырдан бір тамшы туардан ғой, қысшыл да, қызықшыл да әуре жан ғой. Арсыз, малсыз, ақылсыз, шаруасыз, елірмелі маскүнем байқалған ғой. 5-6 мисыз, бәңгі күлсемәз боп, қинамай қызыл тілді кел, тілді ал қой. Өлеңі бар өнерлі інім сізге, жалынамын, мұндай сөз айтпа бізге. Өзге түгіл өзіңе пайдасы жоқ, есіл өнер қор боп кетер түзге. Сән қойдан қой ойнашы керім кербес, қанша қызық болады өзіңізге.